2010 жылы 12 қаңтарда әлемнің ең кедей елдерінің бірі Гаитиде жойқын жер сілкінісі болды. Кішкентай ғана өлместің күнін кешіп жатқан елдегі апат жаппай халықаралық көмек көрсетілуін қажет етті. Шұғыл көмек апаттан кейін лезде көрсетілетін қысқа мерзімді қолдау. Әлемнің көптеген елдері жер сілкінісінен кейінгі алғашқы күндерде Гаитиге шұғыл көмек жіберді. Апат құрбандарына көмек ретінде азық-түлік, су, дәрі-дәрмек пен құтқарушылар топтары жіберілді. Бірақ Гаитидің қирағаны сонша, оны қалпына келтіру үшін ұзақ мерзімді көмек керек болды. Жер сілкінісінен кейін елдің дамуына дүниежүзілік қауымдастықтан миллиардтаған доллар қаржы бөлінді. Бұл көмек Гаитидің қауіпсіз болашағы үшін құрылыс стандарттары мен инфрақұрылымды жақсартуға жұмсалды. Ресми көмектің шамамен 75%-ы екі жақты көмек түрінде, яғни бір елдің екіншісіне тікелей жәрдем ретінде келді. Қалған халықаралық қолдау көп жақты көмек болып саналды. Бұл көмек Дүниежүзілік банктың халықаралық даму ассоциациясы сияқты халықаралық ұйымдар арқылы жасалады. Олар келген көмекті мұқтаж елдердің қажетіне қарай үлестіріп отырады. Донор елдер әр 3 жыл сайын осы ассоциацияның қорын толтыру үшін жиналады. 2010 жылы 51 ел қосылып, жалпы сомасы 49,3 миллиард доллар қаржы бөлді. Көп жақты көмек қайырымдылық қорда әділ үлестіріп, шартты немесе кіріптар ететін көмекті болдырмауға мүмкіндік береді. Шартты көмек дегеніміз, бір елдің екінші елге белгілі бір шартпен беретін көмегі. Мұндай көмек донор елге де пайда келеді. Мысалы, көмек ретінде ақша берген ел, қаражаттың тек донор елде шыққан тауарларға жұмсалуын талап етуі мүмкін. Гаитиді қалпына келтіруге тек үкіметтер мен халықаралық ұйымдар ғана атсалысқан жоқ. Қайырымдылық ұйымдар да шұғыл көмек ұсынып, қоғамды үндеуге көп еңбек сіңірді. Ақша жинау үшін қайырымдылық концерттер мен SMS хабарламалар ұйымдастырылды. Дегенмен жүздеген миллион доллар көмек жиналса да, ол жәрдем Гаитидің бар мәселелерін шешуге жетпейді. Бұл елді қалпына келтіріп, даму жолына түсіруге ұзақ жылдар кетуі мүмкін.